Құрметті оқушылар, келесі кезекте біз 3-ші тақырыптың Б тобының жаттығуларына қатысты мысалдар қарастыратын боламыз. Олай болса, 3-те 11-ші жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде А тең болады 5-ке, немесе минус 11-ден 3-ке, немесе 2,8-ге, немесе минус 40-қа тең болса, онда А-ның 20-ші дәрежесі көбейтілген А-ның 20-ші дәрежесі бөлінген А-ның 17-ші дәрежесі көбейтілген А-ның 19-ші дәрежесінің мәнін табуымыз қажет. Олай болса, біз ең алдымен А тең 5-ке деген өрнектің мәнін тауып көрейік. Ол үшін мына бір өрнекті осы уақытқа дейін өткен тақырыптарды пайдаланып ықшамдап алайық. Яғни, бөлшектің алымында негіздері бірдей дәрежелер көбейтіліп тұр. Демек, оларды негізін өзгеріссіз жазып алып, дәреже көрсеткіштерін қосатынбыз. Бөлшектің бөлімінде тура солай негіздері бірдей дәрежелер көбейтіліп тұр. Оның негізін өзгеріссіз жазып алып, дәреже көрсеткіштерін қосу арқылы жазамыз. А-ның 20-ші дәрежесін 20-ші дәрежесіне қоссақ, онда А-ның 40-ші дәрежесі болады. Ал А-ның 17-ші дәрежесіне А-ның 19-ші дәрежесін қоссақ, А-ның 36-ші дәрежесі шығады. Енді мына жерде мән беріп қарайтын болсаңыздар, бұл жерде негіздері бірдей дәрежелер бір-біріне бөлініп тұр. Мұндай кезде негіздері бірдей дәрежелері бөлініп тұрған кезде негізін өзгеріссіз жазып алып, дәреже көрсеткіштерін азайтатынбыз. Яғни А-ның 40-ші дәрежесі азайту 36-ші дәрежесі тең болады А-ның 4-ші дәрежесіне. Олай болса, ең алдымен А тең 5 деген өрнекті А-ның орнына қойып көрейік. Онда бізде 5-тің 4-ші дәрежесі деген өрнегіміз келіп шығады. 5-тің 4-ші дәрежесін есептейтін болсақ, 625 болады. Осылайша А тең 5-ке деген мәнін тауып алдық. Енді А тең минус 11-ден 3-ке. Оны шатастырмау үшін жазып қояйық. 11-ден 3-ке. Осы кезде А-ның 4-ші дәрежесінің орнына минус 11-ден 3-ті қойған жеткілікті. Демек, минус 11-ден 3-тің 4-ші дәрежесі. 11-дің 4-ші дәрежесі деп отырғанымыз 11-ді өз-өзіне 4 рет көбейту деген сөз. Оны өз-өзіне 4 рет көбейтетін болсақ, 14641 деген сан мәнді аламыз. Ал 3-тің 4-ші дәрежесі ол 81-ге тең. Бұл жерде таңбасы плюс болып шыққан себебі мен сіздерге осы уақытқа дейін айтып кеттім. Егер де теріс санның дәрежесі жұп сан болатын болса, онда одан үнемі оң сан шығады. Дәрежесі тақ сан болса, онда теріс сан сақталатын еді. Бұл жерде дәрежесі 4, яғни жұп сан болып отыр, сол себепті минус жойылып кетті. Енді А тең болады 2,18-ге. Яғни 2,18-дің 4-ші дәрежесі деп аламыз. Мына жерде А-ның 4-ші дәрежесін орнына қоятын болсақ, 2,18 өз-өзіне 4 рет көбейткен кезде 61,10 мыңнан 4656 деген сан шығады. Және де ең соңғы минус 40-ты қоятын болсақ, яғни А тең болады минус 40-қа. Ол кезде А-ның 4-ші дәрежесінің орнына минус 40-ты қоямыз. Минус 40-тың 4-ші дәрежесі болады. Минус 40-ты өз-өзіне 4 рет көбейтетін болсақ, ол кезде 2,560,000 шығады. Таңбасы плюс болып кетеді. Не үшін плюс болып кететінін мен сіздерге түсіндірдім. Мінекей, осылайша берілген өрнектің мәндерін мына бір өрнектің жауабына қойып, шамалардың мәнін тауып алдық. Және де келесі 3-те 2-ші жаттығудың есептерін мысал ретінде қарастырайық. Бұл жерде берілгені бойынша x айнымалысының қандай мәнінде мына бір өрнектердің мәні 1-ге тең болады. Яғни дәрежесіне көріп отырсақ, x айнымалысы берілген. Осы x айнымалысының қандай мәнінде өрнектердің мәні 1-ге тең болатынын тауып жазуымыз қажет. Олай болса, бірінші есепті мысал ретінде қарастырсақ, 100-дің 34-ші дәрежесі бөлінген 100-дің 32-ші дәрежесі бөлу 100-дің x дәрежесі тең болады 1-ге. Тақырыпты еске түсірейік. Кез келген өрнектің 0-ші дәрежесі 1-ге тең болатын. Демек, бізде мына бір өрнектің дәреже көрсеткіштерін 0-ге теңестіретін болсақ, онда біз 1 деген жауапты аламыз. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлген кезде, олардың дәреже көрсеткіштері азайтылатын. Демек, 34-тен 32-ні азайтсақ, 2 қалады. Ал енді 2-ден қандай санды азайтсақ 0 дәреже шығуын жақсы білесіздер. 2-ден 2-ні азайтқан кезде ғана 0 болады. Сол себепті біз x-тің орнына 0-ды қоямыз. Оны егер тексер басына жазатын болсақ, 100-дің 34-ші дәрежесі бөлінген 100-дің 32-ші дәрежесі бөлінген 100-дің 2-ші дәрежесі деп жазып алайық. Өйткені x-тің орнына 2 қойдық. Енді
негіздері бірдей 100 болып отыр. 100-дің өзін жазамыз. Дәреже көрсеткіштерін азайту арқылы жазып аламыз. 34 азайту 32, азайту 2. 34-тен 32-ні азайсақ 2 болады, 2-ден 2-ні азайсақ 0 болады. Сонда 100-дің 0 дәрежесі, кез келген өрнектің 0 дәрежесі 1-ге тең. Сол себепті бұл жерде 1 деген мәнді аламыз. Енді x-тің орнына біз 2 қойдық. Келесі, үшінші есеп. Бұл жерде тура солай 1 деген мәнді алуымыз керек, яғни дәреже көрсеткіштерін 0-ге теңестіруіміз қажет. Олай болса, мына жерде көбейтіліп тұр. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейткен кезде дәреже көрсеткіштері қосылатынын жақсы білесіздер. Яғни 42-ке 9-ды қосатын болсақ, 51 деген дәрежені аламыз. Ал 51-ден қандай дәрежені алсақ 0 болуын жақсы білесіздер. 51-ден 51-ді азайтсақ қана 0 болады. Сол себепті x-тің орнына 51 деген сан мәнін қоямыз. Оны тексеріп жазатын болсақ, 6-тан 1-дің 42 дәрежесі көбейту 6-тан 1-дің 9-шы дәрежесі бөлу 6-тан 1-дің, жаңа ғана айттым, 51-ші дәрежесі деп жазамыз. Олай болса, негіздері бірдей болып отыр. 6-тан 1-дің өзін жазып аламыз. Көбейткен кезде дәреже көрсеткіштері қосылатын. 42 қосу 9, ал бөлген кезде дәреже көрсеткіштері азайтылатын. Сол себепті азайту 51 деп жазып аламыз. Олай болса, 6-тан 1-дің өзін негізін өзгерісі жазып алайық. 42-ке 9-ды қоссақ 51 болады. 51-ден 51-ді азайтатын болсақ 0 деген дәрежені аламыз. Ал бұл санның 0-ші дәрежесі, сіздер өте жақсы білесіздер, 1-ге тең болады. Осылайша біз үшінші есепте x-тің орнына 51 деген сан мәнін алдық. Қалған есептерді осы мысалдардың негізінде шығара аласыздар. Енді 3-те 13-ші жаттығу, бұл жерде өрнектердің мәндерін салыстыруымыз қажет. Бірінші есеп 4-тің 5-ші дәрежесі бөлінген 4-тің 3-ші дәрежесі. Және 2-нің 8-ші дәрежесі бөлінген 2-нің 6-ші дәрежесі. Бұларды салыстыратын болсақ, ең алдымен есептеп шығайық. Негіздері бірдей дәрежелер бөлініп тұр, демек дәреже көрсеткіштері азайтылады. 4-тің 5-ші дәрежесінен 3-ші дәрежесін азайтсақ, 4-тің 2-ші дәрежесі қалады. Және мына жақта 2-нің 8-ші дәрежесінен 6-ші дәрежесін азайтатын болсақ, 2-нің 2-ші дәрежесі қалады. Сіздер жақсы білесіздер, 4-тің 2-ші дәрежесі дегеніміз 16-ға тең, ал 2-нің 2-ші дәрежесі 4-ке тең. Сол себепті салыстыратын болсақ, 16 үлкен 4-тен деп жаза аламыз. Келесі, үшінші есептерде тура осылай. Ең алдымен дәреже көрсеткіштерін есептеп алайық. 20-дан 19 азайтамыз, өйткені бөлініп тұр негіздері бірдей дәрежелер. Ол кезде 10-ның 1-ші дәрежесі қалады. 10-ның 1-ші дәрежесі көбейтілген 10-ның 2-ші дәрежесі. Дәреже көрсеткіштері қосылады. 1-ге 2-ні қоссақ, 10-ның 3-ші дәрежесі деген сан мәнін аламыз. Ал енді келесі өрнек. 2-нің 40-ші дәрежесінен 2-нің 35-ші дәрежесі бөлініп тұр. Ол жерде дәреже көрсеткіштерін азайтсақ, 2-нің 5-ші дәрежесі қалады. Және 2-нің 5-ші дәрежесі көбейту 2-нің 5-ші дәрежесі, бұл жерде дәреже көрсеткіштері қосылады. 5-ке 5-ті қосатын болсақ, 2-нің 10-ші дәрежесі деген сан мәнін аламыз. Ал бұл жерде 10-ның 3-ші дәрежесі деп отырғанымыз 1000-ға тең. Ал 2-нің 10-ші дәрежесі дегеніміз 2-ні өз-өзіне 10 рет көбейту деген сөз, ол 1024-ке тең болады. Сол кезде бұл жерде 1024 деген 1000-нан үлкен. Теңсіздіктің белгісін 1024-ке үлкен етіп қоямыз. Келесі 3-те 14-ші және 3-те 15-ші жаттығулар. Бұл жерде өрнектерді ықшамдауымыз қажет. Олай болса, ең алдымен 3-те 14-ші жаттығудың бірінші есебі 9-дың n-ші дәрежесі бөлінген 9-дың 5-ші дәрежесі. Негіздері бірдей дәрежелер болып отыр, сол себепті негізін өзгеріссіз жазып алып, дәреже көрсеткіштерін азайту ретінде жазсақ, жеткілікті. n-дан 5 азайтылмаймыз, сол себепті өрнек осы күйінде қалады. Немесе 3-те 14-ші жаттығудың 5-ші есебі. Бұл жерде де негіздері бірдей болып отыр, яғни негіздері бірдей 8,4-тен 1 болып отыр. Мына жерде ешқандай дәреже көрсетілмеген, бірақ ол кезде білеміз біз бірінші дәреже екенін. Және бөлінген 8,4-тен 1-дің с-ші дәрежесі. Демек, азайту с деп жазамыз. Осылайша ықшамдап алдық. 3-те 15-ші жаттығуда да өрнекті ықшамдауымыз қажет. Ең алдымен негіздері барлығы бірдей болып отыр, сол себепті негізін өзін жазып аламыз. Бірінші бөлу амалы тұр. Демек, негіздері бірдей дәрежелер бөлген кезде дәреже көрсеткіштері азайтылатын. Яғни 10 азайту т деп жазып аламыз. Ал содан соң көбейту амалы тұр. Бұл жерде негіздері бірдей өрнектерді көбейткен кезде дәреже көрсеткіштері қосылатын. Демек, қосу арқылы 3 қосу т деп жазып аламыз. Бұл жерде т-лар қысқарып кетеді, өйткені біреуінің таңбасы минус, екінші таңбасы плюс, олар азайтылып 0 болып кетеді. Және 10 плюс 3 деген дәреже қалды.
Демек, ол дегенimiz 20-ның 13-ші дәрежесі деген мәнді аламыз. Және 5-ші есеп. 5-ші есептері тура солай. Негіздері барлығы бірдей болып отыр. Сол себептен негізін өзін 9-дан 1-ді жазып аламыз. Бірінші, минус 9-дан 1 дәрежесінде 5-ті азайту 2 бөлінген минус 9-дан 1. Бөлініп тұр, демек дәреже көрсеткіштері азайтылады. Бірінші өрнектің дәрежесін жазып аламыз, 5-ті азайту 2. Екінші өрнектің дәрежесінде ештеңе жазылып тұрған жоқ, демек бірінші дәрежесі. Олар бір-біріне өзара бөлініп тұр, бөлінсе дәреже көрсеткіштері азайтылатын. Сол үшін азайту 1 деп жазамыз. Және де келесі өрнек бізде көбейту. Көбейту болғандықтан олардың дәреже көрсеткіштері қосылады, демек қосу 5-ті деп жазып аламыз. Енді бұл жерде 5-тіға 5-тіні қосатын болсақ 10-ті болады. Сонда минус 9-дан 1-дің 10-ті дәрежесі минус 2-ке минус 1 қосылып таңбасы минус болады. Олар минус 3-ті береді. Осылайша өрнекті ықшамдаған кезде мына бір өрнекті алдық.